Бүгінгі келеудай ойнап айдарында жұмбақ шешеміз, сол жұмбақпен шешуін тауымыз керек. Қазір оқиын сіздерге, қараңыздар. Жаныңызда үйде тыныс алып тұрады, қыстай ағаш көмір асап шығады. Не ол бала? Икрка. Жоқ. Айбот. Вот, яғни пеш, дұрыс. Екінші жұмбағымыз екі етегін жайлайды, жалғамаса жанбайды. Не? Дұрыс, оттың ішіндегі от, лаулау жанбайды, тұтақтаса. Келесі, ағаш пен бір сандығын бұлқысады, шай-шайнап қаны тойса ет піседі. Бір күнде осы сандық келе жатыр, деседі тезеп қосып қазан емес, біздер айттық, бұны жұмбақта шешу. Пеш. Жақсы. Бүгінгі жаңағы бірінші айдарда, келеуіне айдарында жұмбақ шешуде Ділдаға 2 ұпай, кім жаңағы сіз ғой, Арман, сізге 3 ұпай, кімге 1 ұпай. Ахмедерға. Келесі айдарда балалар біздер мына жерде суретті қарайғы. Сіздер басқаларыңыз келесі тапсырмаға назар аударыңыз. Сіздер кімге алып Ахматқа? Келесі кітабымызды ашамыз, оқулығымызды барымыз. Оқулығымызды ашайық. 77-ші беттегі тапсырманы қарайық. Соның ішінде салыстырмалы бар. Сол салыстыруда өздеріңіз талқылама айтасыздар. Түсінікті ғой, 77-ші бетті айтасыздар. Жетінші сабақ, жұмбақ үшінші сабақ. Жақсы. Қарайық, мына ішінде қандай суреттер бар. Қарап отырыңыздар, сіз мына суреттердің ішіне қарайық. Ол кітапты жұмыстап кіргеніңіз. Қарап, бәрін айтып отырасың, артқа сурет, артқаса қарап. Сосын мәселен тақтаға қазан. Ахмат, сіздер салыстырып қараңыздар мінекей. Мынау қайсыға жатады? Сіздер өздеріңіз қазір ауызша айтасыздар соны. Ахмат, сен суретін жауыстырады апар, өзі айтады. Мынау қайсыға жатады? Электрге ма? Жылыту құралына ма? Қайсыға жатады? Қалғанын сіздер өздеріңіз алып тұрсың алындаймыздар. Апай. Апай жауыстырайыз. Апай, нау. Мына қайсыға жатады? Суреттің екеуі. Жылта ма? Қайсыға жатады енді? Топия болсатын нәрсе, электр қорқы солар. Сонда қай сөзге қоясың? Кел. Қайсыған қоясың? Дұрыс. Келесі суретті әкеп жабыстырайыз. Сіздер қараңыздар. Мынау қандай? Мынау суреті. Мынаның? Қандай суреті? Мынаның суреті. Электр пеші. Ол қайсаңызда сөйлі? Электр құрылғы ма? Жылыту құрылғысы ма? Электр, бірақ соның ішінде құрылғы. Электр. Қайсы айтамыз? Мынау? Мынау қайсаңызда? Дұрыс. Келесі. Жабыстырайыз. Ақпатқа мәнжелдің өзінің орындаңыз тапсырманы. Қайсысы? Мына жерде белге біздерде. Суретке қараңыздар. Солай ма? Өзі орындайыз, сізде өзінің орындайыз тапсырманы. Мынау не? Шаш келіп тұрмыз. Бұл қандай құрылғы? Электр құрылғысы дұрыс. Келесі мынау. Қазанды, Қазан. Бұл қайсысынан жатады? Электр ма, пеш?
видеода толықтырып жаз дейді. Бірінші тапсырмада жылыту құрылғыларымен үйде не істейміз балалар? Иә, дұрыс, жылытамыз, жазамыз, жылытамыз деп. Мында жазамыз, екінші тапсырма, жылытамыз деп жазамыз. Жаз, кішәйтте жазамыз, жылытамыз. Мында. Ахматтың тапсырмасында бізде жаңағы суреттер берілді, иә? Суреттерде жылыту құрылысы мен электр құрылысын екі жаққа бөлу. Бізде суретте, Ахматта, мына жерде тапсырмада бір ғана тапсырмамыз. Кішкене қате жібердік, басқасы. Мынау қайда қыстырылды? Иә, көкке қыстыр, яғни электр құрылысына жатады екен бұл. Ал мына үшеуі қандай құруға жатады? Қандай құруға? Жылыту құрылысы. Осы пайдаланыңыз барыңыз. Бар, иә, біз үйде пайдаланамыз. Үйде осы шамамыз. Иә, жылыту құрылысының ішіндегі пеш. Осы пештің суретін істейміз. Бояуымыз дұрыс, бояй береміз. Ал енді екінші тапсырмада бірінші жылыту құрылғыларымен үйде не істейміз? Иә, жылытамыз, дұрыс. Радио дұрыс айтты. Тамаша. Келесі. Жылыту құрылғыларын қай мезгілде қолданамыз? Қай мезгілде қолданамыз екінші тапсырмамыз? Иә, дұрыс. Арман дұрыс айтты. Қыс мезгілінде мұнда жазасың, қыс деп. Арман дұрыс. Келесі, мына не? Ең суретін ол. Пеш қандай құрылғы? Суреттерде көрмелейін, тақтада. Қандай? Қандай құрылғы? Пеш деген. Пеш. Пеш деп жазамыз. Мұнда жылытты. Қыс деп жазасың. Қандай құрылғы? Артынша электр құрылғысы және жылыту құрылғысы деді. Пеш сонда қай құрылғысы деді? Электрге ма? Жылыту ма? Иә, жылыту құрылғысы. Яғни пеш деп жазасың. Жылыту құрылғыларын қай мезгілде қолданамыз? Қай мезгілде қолданамыз? Қай мезгілде қолданамыз? 4 жыл мезгілі бар. Сол 4 жыл мезгілдің ішінде 1 жыл мезгілде тек қана қай жыл мезгілі? Ең соңғы жалғасын тап ойыны, бұнда бізде сабақты қорытындылауымызды. Бүгінгі сабақта қандай тақырыппен таныстық, не ұғындық, сол бағытта жалғасын тап ойынымен қорытындылаймыз. Қыста үйімізді жылуды қайдан аламыз? Қайдан аламыз? Иә? Қайдан аламыз? Барлығы не деп айтамыз? Барлығы. Қайда электронды? Қыста үйімізде жылуды жылытқыш құралдарынан аламыз біздер. Ал жылыту құрылғылары не жатады? Иә, от жасалып, пеш дейміз, пеш жатады, сосын. Мынау ненің суреті? Мынау. Иә? Мынау ненің суреті? Иә, батарейка, дұрыс, батареяның суреті. Ал сосын бұрынғы ертең заманда киіз үйлерде не пайдаланды? Нені пайдаланды? Иә, отты пайдаланды. Жақсы. Бүгінгі сабақта сіздер тек қана сұраққа жауап берген Арман, Бағай, сіздер неше ұпаймен бағаланды? 3. Жаңа тағы 2, 5 ұпаймен бағаланды. Сіз тек қана 2 ұпай, сізде 2 ұпайдан ояп, содан кейін тағы 1 ұпай болып 3 ұпай. Сіз тапсырмаға орындадыңыз ба? Тек қана бірінші тапсырманы орындадыңыз. Үшеуі де дұрыс, жақсы. 4 ұпай берейін. Ал сіз бірінші тапсырманы дұрыс орындаған, екінші тапсырманы дұрыс орындаған. Өте тамаша. 5 ұпай берем. Ахматқа бізде қандай ұпай береміз? Бірінші тапсырманы орындады ма Ахмат? Иә, электр құрылысымен жаңағы жылыту құрылысында тек қана біреуін таба алмай қалды, иә? Енді білген суретін біздер жаңағы бердің суретінде қалай бояп отыр?
Al biz Nurajın. Yani tez. Farhat. 4. Siz? 3. 3. Yaxshi Sharif. Menki bugun sabaq qusunda